Барлықтарыңызға бүгін мен сіздермен 2023 жылғы таргет беру сабағын көрсететін боламын. Новичоктарға, нөлден бастайтындарға, видеоның соңына дейін көріңіздер. Менің есімім Жанна Жарылқасынқызы, таргетолог, 2,5 жылдық тәжірибесі бар таргетолог боламын. Ал ендеше кеттік. Біз Фейсбукқа кіргеннен кейін создать кнопкасын басамыз. Басқан кезде біз трафикпен жіберейін деп жатыр. Трафикті басып, көк кнопканы басамыз. Содан кейін бұрында бізде бұндай шықпайтын, қазір шығады. Астындағысына өтеміз, яғни вручная настройка дегенге өтіп, көк кнопканы басамыз, яғни жалғастыру ары қарай кетеміз. Біз таргетке жіберген кезде бізде осындай 3 бет шығады. Новая компания, новая группа объявлений, новое объявление деген осындай 3 бет бар. Мына жерге біздің өзіміздің қалағанымызды жазамыз. Мысалы, сіз клиентке жіберетін болсаңыз, клиент деп күнін жазып қойсаңыз болады, өзіңізге жіберіп жатсаңыз, өзіме, услуга, курс деген сияқты жазып қойсаңыз болады. Ал мен ештеңе жазбаймын, тұра береді, егер өздеріңіз қалағаныңыз жазып қоясыздар. Одан кейін бұл жерде біз ештеңе істемейміз, барлығы осылай тұрады, дальше, далее деп өтіп кетеміз. Мына название тоже ештеңе жазбаймыз. Потом мына жерде сайт деген белгіленіп тұра береді бізде. Одан кейін біз мына жерге келген кезде, мына жерде біздің өзіміздің долларымызды ауыстырамыз. Яғни сіз күніне қанша доллар қойғыңыз келеді, соны, мысалы мен $5, дневный бюджет деп тұр, көрдіңіз ғой, $5. Потом мына күніне ештеңе істемейміз. Егер сіздер бітетін күнін қойғыңыз келсе, мына жерде дата окончания деп тұр, соны птичка ұрсаңыздар астына шығады. Соны қоясыздар, бітетін күнін. Мен қоймай. Сіздерге көрсетіп кетіп жатырмын. Одан кейін мына жерде нақты қарайтын жер осы жер. Осы жерде бізде местоположение, яғни сіз қаяққа жібересіз? Бүкіл Қазақстанға жібересіз бе? Әлде тек Алматыға жібересіз бе? Астанаға жібересіз бе? Дәл осы жерден көрсететін боласыз. Мысалы, мына жерде Қазақстан, мына жерде көк жазумен тұр, редактировать деп осы кнопканы басамыз. Сол кезде мына жерде поискқа Алматы или Астана сондай жазамыз. Или болмаса Қазақстан болса осылай тұра береді. Кеттік дальше. Енді бізде мына жерде аудитория осылай көрініп тұратын. Қазір бізде көрінбейді. 2023 жылы соңғы осы бір айдың ішінде, бір ай емес, даже 2 аптаның ішінде көрсетілмей қалды. Ол үшін біз көбісі таба алмай паника болып жатыр. Мына жерде переключите на исходение, настройка аудитория деген бөлім басамыз, көк кнопканы. Сол кезде міне сіздерде уже осындай аудитория шығады. Яғни сіздің қандай жас, қандай не таңдайтыныңыз өзі шығады. Міне, шықты міне. Қазақстан, жасы, возраст шықты. Міне возраст керек болса, міне редактировать көк кнопканы басып, қанша жас керек сізге деген осы жерден 36 жас, 18 мен 36 жас деп таңдап аламыз. Ал мына жерде полға келетін болсақ, так, міне қараңыздар, полда тоже мына көк кнопканы басып, өзіңізге әйелдер керек, ер адамдар керек, барлығы керек деген сияқты белгілей аласыз. Одан кейін біз дальше мына детальный таргетинг, мына жерде көк кнопканы басып, өзіңіз мына жерден детальный таргетинг таңдай аласыз. Детальный таргетинг деген білесіздер ғой, ол біздің аудиториямыздың қызығушылығы. Яғни біз неге қызығатын аудитория осы жазамыз. Мысалы, покупатели или болмаса одежда деген сияқты. Сіз қай салаға жіберейін деп жатсыз, соны жазасыз. Потом дальше кетеміз. Мына жерде место размещения деген жерде мына редактировать басып, міндетті түрде осы жер маңызды, қараңыздар. Мына жерде осы вручной дегенді таңдаймыз, ұмытпаймыз. Содан кейін мына жерде сіз Фейсбукқа жібермейтін болсаңыз, тек қана Инстаграм болса, Инстаграмды ғана қалдырып, қалған бәрін птичканы алып тастаймыз. Так, алып тастаймыз. Содан кейін дальше бізде вот қалды, далее кнопкасын басамыз. Далее кнопкасын басқаннан кейін міне сізде қай страницамен жібересіз, сол тұрады мына жерде. Одан кейін сіздің жалғанған Инстаграмыңыз осы жерде тұрады. Одан кейін дальше біз былай жүргеннен кейін Содан кейін мына жерде төмен түскен кезде медиа файл деген жерде өзіңіздің фотоңызды қоясыз осы жерде, добавить изображение деп. Одан кейін фото таңдап қойғаннан кейін все. Дальше біз мына жерде не қалды бізде?
қазір көрсетемін. Бізде мына жерде 1 минут фото қояйық. Тек мысалы, фото қоятын болсам. Так, мына жерде өзімнің фотомды қояйын. Потом, так, қаяққа кетті. Мынау төбеге шықпай қалды ма? Төмен түскен кезде. Мына жерде фотомызды қоямыз ғой, Егер видео қоятын болсаң, астындағыңыз таңдайсыз, фото қоятын болсаңыз, үстіндегісін таңдап, өзіңіздің қалаған фотоңызды қоясыз. Мысалы, мен қоямын. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мысалы, мен мына фотоны қоятын болсам, үстін басып белгілеп, далее кнопкасын басамыз. Еще далее. Қазір загрузка болып жатыр. Дайын болғаннан кейін готово кнопкасына готованы басамыз. Мама. Готованы басамыз. Содан кейін қазір қызым. Содан міне бізде уже фото шықты. Енді дальше төмен қарай түсіп, мына жерде основной текстке өзіңіздің қалаған, мысалы, тек 20 адамға, тек бүгін скидка деген сияқты өзіңіздің офферіңіз болады, соны жазып қойсаңыз болады. Қалған жерге ештеңе тиіспейміз. Дальше төмен түсеміз. Все, мына опубликовать кнопкасын басамыз. Все, бізде уже таргет рекламасы жүретін болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ал сәттілік таргет жіберіп үйреніңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта өте көптеген сіздерге пайдалы ақпараттар беремін. Комментарийға қандай видео түсіргенімді қаласаңыздар, жазсаңыздар, сіздерге түсіруге айтуға тырысамын.